Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін кезекті подкастымызда қонақта Қаражал қаласы, Жәйрем қаласында беделді азамат, 4 баланың әкесі, елімізге деген, көркеюіне деген өз үлесін қосып жүрген беделді азамат деп айтсам да қателеспейтін шығармын. Аманғазы Боранбайұлында қонақта отырмыз. Бүгін подкастымыздың тақырыбы баланы еңбекке баулу, отбасындағы қарапайым дағдылар тақырыбында әңгіме айтатын боламыз. Бүгін подкастымызды түсіруге, сізден сұхбат алуға келіскеніңізге көп рахмет. Біріншіден мынау еңбегімізді, мынау халыққа деген қызметімізді бағалап таңдауларыңыз оған мен өте қуаныштымын. Подкастымызды бастамас бұрын бүгін жалпы бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі, еңбекке баулу тақырыбында әңгіме айтатын боламыз. Сізге қоятын бірінші сұрағым, бала тәрбиесінде әкенің рөлі қандай? Сіздің ойыңызша қалай болу керек? Бала тәрбиесі деген енді ол өте бір үлкен бір жауапкершілік деп ойлаймын. Себебі баланы бала кезден өзі қазағымыз осы ата-бабаларымыз балаларды 7 жасына дейін құдайыңдай күтіп сыйла деп, 7 жастан кейін құлыңдай жұмса деп, одан кейін 14 жастан кейін досыңдай сыйлас деген біз осы қағиданы ұстайтын азаматтың бірімін. Себебі балаларымызды еркелікті да көрді, балаларымыз осы аналар екеуміз еркелетіп, одан кейін 7 жастан кейін біз уже жауапкершілікке үйреттік. Біріншіден, осы 7 жастан асқаннан кейін балаларымыз әлі есімде, бір рет бір айтып проблемасын үлкен ұлым ұлан осылай болды деген кезде мен айтқам, енді ол шаруаны өзің шеш, ол сенің өзің шешетін шаруаң деп. Содан кейін осы баламның өзінің несі шығар, өзінің сана сезімі шығар, санасы шығар өзінің. Одан кейін маған келіп ондай не айтпады шаруаларды, өздері шешетін болды. Біз сол үшін де кей кезде мен ойлаймын, біздің енді өзіміздің қожалығымыз бар. Жаңа қожалықты осы мынау еңбекке, балаларды еңбекке баулу үшін, жауапкершілік үшін, өйткені мынау ол аманат дейді ғой. Егер де сен осы мал жануарды асырасаң, ол Алла Құдайдың алдында аманат. Олардың жем шөптері, олардың дұрыстап өсуі, сол балаларға сол жауапкершілікті де үйреттік біз. Өздерінің жауапкершіліктерінде, өздерінің еңбектерінің арқасында біз өз көзімізбен көріп отырып, дамып, әрі қарай өсіп жатқандар. Рахмет. Енді жаңа айтып жатсыз, үлкен ұлыңыз Ұлан, кіші ұлыңыз Мағжан. Ал енді қыз баланың тәрбиесіндегі әкенің рөлі қалай? Біз көріп жатамыз, жаңағы әр жерлерден шаруа қожалықтарына қыздарыңыз барып көмектесіп жатады. Үміткүл еркін қыз екеуміз таңнан кешке дейін бірге балапандарыңызбен бірге жүресіздер, көріп жатамыз. Сол қыз балаларды осындай еңбекке баулуда қандай да бір қиыншылықтар немесе жаңағы қызық жерлері болды ма жалпы өмірлеріңізде? Соны білгіміз келеді. Қыз бала деген енді, қыз бала деген ол үйде біз енді қазір балаларыма да үйретемін. Мен айтам, бұл қыз балалар главный үйренді, білет, сиыр сауын да, жаңағы малды қалай бағуын да бәрін білет. Олар баратын жерде, өздерінің барған жерлерінде жасайды, үйренгендерін. Деп жаңағы екеуіне тиым салам, жаңағы қыздарға шаруаларың болмасын деп. Бізде өзі солай, қыз балаларды біз бар деп айтпаймыз, кей кезде шешесі бір несі деп айтады, жүріндер деп. жаңағы қыз баланың жол жіңішке, қыз балаларды біз еркелетеміз, айтқандардың бәрін жасаймыз қолымыздан келгенше. Негізі үй шаруасына ыңғайы бар дейсіз ғой, иә? Ыңғайлары өте бар. Менің қыздарым атқа да мінеді. Соны көріп, ер тоқым салалады, жалпы бәрін білет. Енді мен ол сәпсін біз не істемейміз деген ғой, өзімнің ұстаным, өзім жаңағы нем, қағидам, өзімнің мен қыз балаларды жұмысқа салмаймын. Қыз балаларды қазірден бастап біз оны үйретеміз. Қазірден бастап олар әйтеуір үйреніп, болашағына керек дейсіз ғой. Керек нәрселерді көрсетеміз. Жақсы. Енді қазір еңбек етіп жүрсіз, иә?
әкімнің орынбасары. орынбасарысыз, иә. Енді жалпы әке еңбегі бала мінезіне жалпы әсер ете ма? Бала Әсер етеді. мінезіне. Аха, ол өте негізі дұрыс сұрақ қойдыңыз. Ол өте бір маңызды, бір өзекті мәселе. Себебі әкенің анау әке көрген оқ жонар дейді. Әкеге қарап бала өседі. Себебі әкенің ұстанымы, әкенің мынау көзқарасы. Мен мысалы үлкен ұлым өзі бала кезінен, кіші кезінен саясатқа араласты. Сонда мен ол балама көзқарасын бәрін үйретіп отыратын. Содан қазір мысалы өзі де қалыптасып, қазір саясатқа араласып жүр үлкен ұлым. Астана қаласында Қазақстан студенттер альянсының төрағасы, үлкен бір неде лауазымда отыр деп ойлаймын, Аллаға шүкір. Енді біріншіден біз балаларымызды қанша не істесе де балаларымды адалдық үйреттім. Иә, өйткені біз бұл қызмет, менің қызметім мысалы бұл халыққа қызмет, халықтың бірден бір тікелей халықпен байланысты, халықтың айтқанын жасау, халыққа жағдай жасау. Шынын айтсақ, өзіміз үйдің де шаруасын ұмытып кетеміз. Таңертең кетіп, осы кешке осы келіп отқан уақытым. Сол үшін осы нені, осындай ұстанымды, осындай қызметті біз балаларымызға да үйретіп келе жатырмыз. Әрқашанда адалдық үйреттім, әрқашанда ол адалдық жеңеді. Адал болсаң, сенің жағдайың дұрыс болады. Ешқашанда ештеңе қысылмайсың. Көңілің тоқ болса, бәрі болады деп мен балаларға солай үйреттім. Жақсы, рахмет. Балаға уәде берсеңіз, орындауға тырысасыз ба? Уәде берсеңіз. Иә, конечно, ол бірінші уәде деген ол еркектің бір үлкен бір жауапкершілігі, оның ары. Уәде берсең, сен оны өзіңнің біріншіден арың, өзіңнің беделің. Сол үшін мен балаларыма да уәде берсем, уәделерін жасадым. Мысалы, сен сабағыңды бітірсең, қызылға бітірсең, мысалы, біз саған машина береміз деп шешесі солай уәде бердік. Ол қызылға бітірді, ұлым, біз оған көлік әпердік. Біз әрқашанда өздерінің қалауларын қолдадық. Мысалы, біз оларға жоқ, сен былай боласың, сен былай жүресің, былай тұрасың деп балаларымызға айтқан жоқпыз. Әрбір өздерінің қалаулары, өздерінің алға қойған мақсаттары, таңдауларына біз жаңа қолпаштап, қолдап, демеу беріп, әрқашанда біз сондай шешесі екеуміз мотивация беріп, әрі қарай біз қолдап жүрдік балаларымыз. Содан шығар енді жетістіктерге жетіп жатқанымыз. Рахмет. Келесі сұрағымыз, еңбек етпей жетістікке жетуге бола ма? Еңбек етпей жетістікке жетуге болмайды, жете алмайсың да. Иә, ол еңбек ету, ол еңбек жасау, ол үлкен бір, менің өзімнің түсінуім бойынша үлкен бір қанағаттану, бір еңбек жасап, оның артынан несін, рахатын көріп жатсаң, оның жаңағы нәтижесін көріп жатсаң, ол керемет бір. Сол үшін еңбексіз айтып, еңбек етпесең қарның тоймайды. Еңбек ету керек. Бізде енді өтірік емес, енді Аллаға шүкір, тіл көзден сақтасын деймін. Біз таңғы сағат 5:30-нан тұрып сиыр сауамыз. Мысалы, жаз уақытында кешке барамыз, тағы да сиыр сауамыз. Осындай шілде уақытында аузымыз берік болғанда да сол сиыр сауып, жаңағы қаймағын, сүтін, ірімшігін жаңағы сатып, осындай еңбек жасаған адамдарымыз біз. Рахмет. Енді келесі сұрағымыз, өсіп келе жатқан ұрпаққа, бала өсіріп отырған жас әкелерге айтар ақылыңыз? Жақсы, рахмет. Иә, біз енді 50-ден асып, ел ағасы болғаннан кейін, енді бұндайды мен айтуға құқығым бар шығар. Әрине. Ең біріншіден балаларға мынау ел сүйгіштік, патриотизм дейді ғой. Ел сүйгіштік, қазақ елінің жаңағы есі шығып мүңкіп тұратын бір сондай қылып тәрбиелеу керек болады. Бірінші мынау ел сүйгіштікке, патриотизмға балаларды тәрбиелеу керек. Бізде енді бір не болған, осы үш оқима ұлан бір үйге жылап келді. Сосын жаңағы балам не болды десем, жаңағы
мен дейді өтіп бара жатып дейді әнұран ойнап жатыр екен дейді, сол әнұранды не істеп тұрған дейді, қолымды ұстап, Кеудемді қойып, кеудеме қолымды ұстап тұрған, мен басымнан үлкен балалар ұрып кетті дейді да жаңа, күліп дейді маған. Мен айтам, жарайды, ештеңе етпейді, сен ертең қайтадан көрсең қайтадан тұр, ол әнұранды сен сыйлағаның, ол сен өзіңнің еліңді сүйгенің. Әр қазақтың иә, қазақтың өз қазағыңды, ұлтыңды сыйлағаның деп сондай бір түсіндіргенім бар. Екіншіден, олардың жаңағындай айтқандай өздерінің таңдаулары болады, сол таңдауларын ыңғайына әке балаға сыншы дейді. Өзі әке сезеді, қандай өзі несі талабы бар, қандай жақ қарай бару керек бала деп сондайға барып, оны келіп жоқ, мына балам менің академик болады или президент болады деп баланы оны итеріп не істеуге болмайды. Әр баланың өзінің несі болады, әр баланың икемі болады. Сол өз икеміне қарай итеріп қолдау керек баланы. Сонда ол бала дұрыс өседі, ертең нәтижесін береді бұл тәрбие деп ойлаймын. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, икемі болады деп. Біз көріп жүреміз, жалпы балаларыңыз жаңағы сіздерге көмектескенмен бірге жаңағы спортқа да жақын, иә. Оның ішінде қыздарыңыз әртүрлі республикалық, облыстық жарыстардың жеңімпаздары. Болған кезде екі ұлыңыз да солай біраз додаларға қатысып, облыстық республикалық жарыстарда бой көрсеткен. Яғни оған спорт саласына деген сіздің ықпалыңыз бірден бір бар деп ойлаймын. Қалай бауладыңыз баланы? Енді бұл жерде мен біріншіден ойлаймын, ол қаннан ба деп. Өйткені біздің өзі ата-бабаларымыз бәрі, битабар бабамыз балуан болған, аты Қазақстанға шыққан дүркіреген, Россияға барып күрескен. Өзімнің туған әкем Боранбай Наукем, қазақша күрестен спорт шебері, самбо күрестен спорт шебері, Қазақстанның құрметті спорт қайраткері. Мен өзім 17 жасымда Брянск қаласында самбо күресінен финалист чемпионат СССР болып спорт шебері атағын алған, 17 жасымда алған. Содан бала кезден біз өзіміз спорт деп өстік. Балаларды да спортқа бауладық. Баулаған кезде енді біз, мысалы мен ұланымды көп жаттықтырушылар ұланды сұрады. Үлкен Дүйсен Ташкевич, мысалы Қаражалда құрметті спорт қайраткері, жаңағы Қазақстан Республикасының құрметті жаттықтырушысы. Сол кісі ұланды сұрады маған. Ұланда талант тұнып тұр, ұланды маған бер деп. Енді ұланның өзінің, біз алдына өзіне шешім өзін қабылдап алам, или оқу, спорт таңдауды өзің таңда деп. Жаңағы енді ол өзі оқуды таңдады, біз оған қарсылық жасаған жоқпыз. Қазірге дейін, енді әлі жас қой, қазірге дейін күреседі, жақсы, нәтижелері бәрі жақсы. Енді екі қызымда енді спортқа, енді біз бұларға да тоже не істеген жоқпыз. Енді әлемді бағындырған чемпион болса да несі артық? Жоқ, ондай да болса болар еді. Қуанамыз. Бірақ та енді біз қазіргі таңда енді айтамыз, енді өздерінің шешімін. Иә, енді қыз бала болғаннан кейін, иә, ұлдарға қарағанда енді қыз балаларға кішкене қиын да көбірек болады ғой, иә, жақсы. Рахмет. Құрметті Аманғазы Боранбайұлы, бүгінгі міне біздің подкастымызға сұрақтарымызға жауап беріп, бала тәрбиесіндегі еңбекке баулу, жалпы өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізбен бөлісіп жатқаныңызға көп рахмет. Еңбегіңізге табыс тілейміз. Отбасыңыз өне берсін, өсе берсін. Балапандарыңызды әрі қарай біз биіктен көре берейік. Әр балаңызбен мақтанып, еңбектің жемісін көріп жүре беріңіз. Отбасыңызға табыс пен бақыт тілеймін. Сізге рахмет. Сіздерге де рахмет. Әрбір қазақ еліміздің шаңырағы бай қуатты болсын, молшылық болсын. Осы біздің ұрпақтарымыз бейбітшілік өмір сүрсін. Бұл өте маңызды. Жақсы, рахмет.